Мен өмір үшін жалпы орта білім беретін мектептің 7 сынып оқушысы Шаяхкебет Әнуарбекқызы. Жаңғырту полюсы номинациясы бойынша менің жобамның тақырыбы тоқыма өнері, дәстүр мен жаңашылдықтың көпірі. Жобаның мақсаты халқымыздың ұмытылып бара жатқан мәдени мұрасы, тоқыма өнерін жаңғырту және халықтың ежелден келе жатқан көне де ірі дәстүрі арқылы қазіргі заманымызға лайықты сана түр беріп сәндік қолөнерін дамыту. Дәстүрлі қазақ ою-өрнектерін негізге ала отырып, заманауи тоқыма өрнегін жасау және оны күнделікті өмірде қолдануға мүмкіндік беру. Жобаның міндеттері: қазақтың қолданбалы қолөнері туралы білу, тоқу өнері жайлы мәліметтер жинақтау, тоқыма тоқу технологиясын танысу, қазақтың қолөнерін қастерлеу және қолөнер шеберімен кездесу. Жобаның өзектілігі: ұлттық мәдени мұраны сақтау және оны келесі ұрпаққа жеткізу. Тоқыма өнерін заманауи бағытта жаңғырту, жаңа дизайн ұсыну, жастардың қолөнерге деген қызығушылығын арттыру, эстетикалық талғам мен шығармашылықты қабілетін дамыту, қолөнер бұйымдарының күнделікті өмірде қолдану аясында кеңейту. Тоқу өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан ең алғашқы киім мен үй жабдығында негізге болған қадірменді өнер. Бүгін мен анам Қалдыбике Бақытқызынан сұхбат алмақшымын және оның тәжірибе алмасқым келеді. Анашым, тоқыма өнеріне қалай келдіңіз? Алғашқы қадамыңыз қалай басталды? Мен тоқымамен бала күнімнен айналысамын. Бұл өнер менің анамның ақ сүтімен дарыған. Мынандай инелермен, 5 ине, 2 ине дегендермен тоқуды үйретті. Содан өзім қызығушылығым артып, мынандай бір инелермен тоқуды ғаламтордан YouTube арнасынан осыны ізденіп жүріп, осы бір инемен тоқуды үйрендім. Содан жалғастырып, өнерім арта келіп, мынандай іс машинамен тоқуды ары қарай жалғастырып, осы іс машинамен тоқуды үйрендім. Өнермен айналысқанда қиыншылықтар туды ма? Әрине қиыншылықтары болады. Ол бірінші басында үйренгенде бірінші қиын болады. Мынандай узормен тоқылған нәрселердің, мысалы, узорынан шатасып кетесің, я бір бастарын ұмытып кетесің. Сондай қиыншылықтар болады әрине басында. Сол қателіктерді түзеп, соны қайта-қайта тарқатып, әдемі шығу үшін, сол әдемі дүние шығару үшін қайта-қайта сол қателіктерімізді түзеп, қайтадан тоқып шығамыз. Мен енді мына өзімнің тоқымаларымды таныстырып өтейін. Мен мысалы мына жемпірімді қызыма тоққанмын. Бұны мен мына машинкаде тоқығанмын. Бір инемен тоқыдым, мынандай қыздардың көйлектері, мынанда бір инемен тоқыдым, бұл қолмен тоққандар. Мынау машинкамен тоққан. Мыналарды да инемен тоқыдым. Мынау бір инемен тоқылған. Мынау кәдімгі тоғы бар инемен тоқылған. Мынаны да өзім қолымнан тоқыдым. Бұл да крючокпен тоқылған бір инемен. Соның бас киімі. Сосын мынандай бір инемен мынандай әсемдікке, тойға, жаңағыдай орамал таққан қыздар киюге де болады. Бұны мынандай моншақтармен, осындай моншақ, хрусталик моншақтармен әсемдеймін мынандаймен. Сосын мынандай бас киім. Бұл дейтін биылғы тренд болды. Ушанка деп айтылады. Бұны бұл баяғыша бөрік қой. Бұлай өстікте киюге болады, бұны. Өстікте киюге болады. Сосын бұлай да жағын түсіріп киюге болады. Мына мысалы менің өзі квадратныйдан құралатын кардиган. Бұл өзіме тоққан этно стильдегі тоқып жатқан кардиганым. Бұны жаңадан бастадым. Бұл әлі аяқталған жоқ. Әке көрген оқшонар, ана көрген том пішер. Демекші, мен алдағы уақытта анамның ісін жалғастырып, оны одан әрі дамыту үшін ауыл орталығынан әдемі дүкен ашқым келеді. Бұл дүкенде қазақтың ұлттық нақыштағы тоқыма бұйымдары, қолмен жасалған түрлі заттар сатылатын болады. Менің мақсатым тек сауда жасау емес, сонымен қатар халқымыздың дәстүрлі өнерін насихаттап, адамдарды сұлулыққа, әдемілікке баулу. Осы ойымды жүзеге асыру үшін демеуші табу маңызды деп есептеймін. Егер қолдау көрсететін адам болса, мен бұл істі жауапкершілікпен алып жүріп, анамның еңбегін әрі қарай дамытамын. Сонымен қатар бұл дүкен ауыл тұрғындарына да пайдалы болады. Себебі олар сапалы әрі табиғи өнімдерді сатып ала алады. Мен болашақта осы істі үлкен жетістікке жеткізіп, ұлттық өнерімізді жаңғыртып, оны қазіргі заманға сай дамытқым келеді. Қорытындылай келе, халқымыздың ұмыт бола бастаған мәдени мұрасы тоқыма тоқу өнерінің заман талабына сай жаңғырған жаңа түрімен таныстық. Жасанды былғары өнімдеріне қарағанда, осындай табиғи өнімдер, тоқыма киімдер сатылымға шығарылса, өте үлкен сұранысқа ие болатынына сеніммен айта аламыз. Қазіргі заманда әлеуметтік желілерде тауарларды жарнамалау арқылы сатылым деңгейін көтеруге болатынын ескере отырып, анама Instagram парақшасын ашып, тауарлардың суреттерін жүктеп беруді жөн көрдім. Қазіргі кезде жаңа өмір өз талаптарын қойып отыр. Оның міндеттері өнердің бұрынғы келбетін бүгінгі күнге сай табиғи түрде жаңарту. Бүгініміз бен келешегімізді
өзімізді ләрлі қайнарға айналдыру әрқайсымыздың борышымыз.